Түркістан қаласы көзілеспес жылдамдықпен дамып келеді. Десе де талай туристің табаны тиген шаһардың жазы ұзақ, климаты құрғақ. Сондықтан облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев қала маңын жасыл алқапқа айналдыру тапсырмасын берген болатын. Аталған бастаманың қай деңгейде жүзеге асып жатқанын өз көзімізбен көріп қайттық. 30 мың гектарға жуық жерді Түркістан қаласында Астана қаласына айналған үлкен алқап егу мәселесі қолға алынған. Бүгінгі таңда 20 мың гектарына проект жасалып, соның 13 мың гектар жері егілді. Әрине бұл көшеттерді өндіру, өсіру мәселесі оңай дүние емес. Сол үшін біз районердің өзіміздің жеке келешекте бюджет қаржысын емес, спонсор қалаған жаймай. Жалпы облыс өңіріндегі питомниктердің санын біз сапасы мен санын көбейту арқылы осы ең үлкен 10 мың төңірегінде 10 миллион ағашты өндірген осы орман алқаптар 12-13 жылдар. Соны биылғы таңда 30 миллион көшеттердің санын өндіру көшеттерін. Соны алдағы 2 жылда біз тағы да соны көбейту арқылы 60 миллион көшет жеткізсек деп отырмыз. Себебі жылда егілетін ағаштың көшеттің саны өндірілген 10-15 миллион ағаш тиісті мөлшерде барып халыққа жаңа егілетін алқаптарға жетсе, майдасы келесі жылға дайын болады, егілетіні бар. Сол үшін жалпы питомниктердің санын да, сапасын да, жер көлемінде, құжаттандыруында рәсімдеу жұмыстарын параллельно жасап жатырмыз. Сол үшін алдағы уақытта 60 миллион көшет өндірсек, біз облыстың барлық потребін орындай аламыз. Қала аймақтарына да керек дейсіз болса, аудан әкімдері заявка берсе, соларға тегін көшет беретін. Өзіміздің жаңа үлкен турист бағытта тұратын, Бәйдібек, Отырар бағыттарында баратын туристердің бағыттарының жол бойларына егу мәселесінде тегін атқарылатын болады. Ресми статистикаға сүйенсек, егілген көшеттердің жерсіну көрсеткіші өзге өңірлерде 70% шамасында болса, Түркістанда 50%-ың айналасында екен. Сондықтан жергілікті орманшылар дәстүрлі тәсілге жүгінген. Қала берді 600-ге жуық орманшы әр ағашты күтіп баптап отыр. Жасыл белдеуге отырғызылған ағаштардың түрлерін таңдаған кездерінде негізгі басымдылықты осы Түркістан қаласының айналасында бұрыннан өсіп тұрған ағаштарға көп көңіл аударылды. Ол мәселе мынау қарағаш, үйеңкі, тал, терек, жиде деген сияқты осындай мынау Түркістанның топырағына қолайлы ағаштарды таңдап алдық. Жасыл аймақ мемлекеттік мекемесінде 598 штаттық бірлік бекітіліп берілген және 70-тен аста әртүрлі ауыл шаруашылық техникаларымен беріліп, оның жалпы жұмысын жасау үшін облыстық әкімшілік тарапынан және басқармамен бірлесе отырып, осыған қажетті қаржы көлемі жылда бекітіліп беріліп отырады. Сондықтан бұл жұмыстар келешекте өзінің оң нәтижесін береді деп біз сенім білдіреміз. Миллиондаған көшетті суаруда түйткілді түйінге айналып отыр. Әйтсе де тиісті сала басшылары жергілікті ғалымдармен кеңес отырып, мәселенің шешімін тапқан. Жоспар бойынша қазір көшеттер егіліп жатыр. 19 жыл егілген көшеттеріміз мыналар. Қалғанын енді жылда толықтыру жұмыстары жоба. Бізде Арыс Түркістан каналынан су арқылы қалған жерлерінде Қарашық өзенінен Әнжан мотопомпалар арқылы суғарылу жұмыстары жүріп жатыр. Одан қалған жерінде тағы ұңғымалардың көмегі бар, жазғы су бомбаларының жер астынан суынан пайдаланып отырмыз.